Ne cevabınız var Aziz Bey? Ayaklarımı orada sol, birliğimi orada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aplikasi oldu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa bisa berbalik pak. Var. 300 tutumlu болады әрлеріңіз. Құдай біледі қалай аламан енді. Апақымны істетіп қойып едім ау. Қойып тұрың өзім жәрдемдесіп жіберейін. Не болды, мазаң болмай тұр ма? Сол мазам болмай тұр еді. Ауырып қарап тұрсыз ба? Дәрілер жаздырып алып едім сол. Азым-аз ақша кетсіз жетім кірмей қалып еді. Ой, не қылсам екен деп сол ойланып келатырған. Мен сізге бір маслихат айтайын. Білесіз бе, өзіміздің Қожелі районында инсан социалдық қызмет орайы бар. Сол жерде социалдық жәрдемге мұқтаж болған бұқараларға, әмде майыптығы болған шахсыларға социалдық жәрдем қызметтері көрсетіледі. Сол себеп хабарлассаңыз, сізге де жәрдем көрсетуі мүмкін. Болады, сау болың. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Социалдық қызмет орайы ма? Ава. Assalamualaikum. Hoş келіпсіз. Қандай қызмет жәрдем бере аламын сізге? Дәрі-дәрмек бойынша жәрдем мәселесінде келдіңіз, аға? Бірінші нөбетте махалледегі социалдық қызметкеріміз тарапынан сахаватқан көмек фонды есабынан жәрдем көрсету бойынша тиісті тәртіпте арыза қабылданады. Министрлер кабинетінің 2024 жылы 31 май күнгі 313 салы қарары бойынша жәрдем көрсету имканиятларымыз бар аға сізге. Сол неден пайдаланып сізге қолайлы болған, сізге тиісті болған қызмет түрлері бойынша қысқаша малумат беріп өтсем, инсан социалдық қызметтер орайы тарапынан 104 түрдегі қызмет һәм жәрдемдер көрсетіледі. Соның ішінде 35-тен астам қызмет түрлеріміз награлығы болған шахстар үшін мөлшерленген. Қазіргі уақытында біздерде награлығы болған шахстардың жәмиетке бейімдесінде награлығы болған шахстарды спорт түрлеріне тартуда, жұмыспен тәмінлеуде, реабилитация орайларында емленуде қызметлеріміз бар. Керекті ортопедия бұйымларды, техник бұйымларды, реабилитация бұйымларын алуда сізге жақыннан жәрдем көрсете аламыз. Аға, онда мен сізді сіздің мәселеңіз бойынша тиісті қанегелерге жөнелтірсем. Дәрмаққа һәм емленумен мәтәзігім бар. Сіздерде награлылық болған шахстар үшін реабилитация орайлары бар. Нөкшетменен дауаланып шығасыз 12 күн үшін. Бізде және де сол психолог қызметі һәм юристтің қызметлерінен пайдалансаңыз болады. Бәтімекші едім. Бұл болса қандай басыларды бересіз? Bizlerde именно Özbekistan Respublikasının birinci ve ikinci grup nagirlarına nispeten qancha imtiyozlar ve yengillikler ko'rsatilgan. Bu bo'yicha siz aholi bandligi to'g'risidagi qonunga asosan bandlik mehnat organiga murojaat etsangiz, shu yo'llanma berib, sizni ishga joylash kafolatlangan. Assalomu alaykum, hurmatli mushaz. Unda sizce qanday holatlar kuzatilib turibdi? Sonda ғана кейінгі басқышларда жоғары жетістіктерге, нәтижелерге еріше аласыз. Assalomu alaykum. Mine bugun biz O'zbekiston Mayiblar assotsiatsiyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli rayoni аймақтық бөлімшесі Xo'jayli rayoni inson sotsial xizmatlar o'rayining mayibligi bo'lgan insonlarga ko'rsatib o'tirgan xizmatlarмен tanishdik. Jasirmaymiz, yurak yo'llarimizda turli to'siqlar uchraydi. Deganmenen өмірдің o'zi turli qiyinchilik sinovlardan iborat. Bu qiyinchiliklarni yengib o'tishga inklyuziv jamiyatga жаңа qadam qo'yuga yaqindan jardam berib o'tirgan, aq ko'ngil ham muloyimligi bilan ajralib turgan Xo'jayli inson sotsial xizmatlar o'rayi xodimlarini o'z minnatdorchiligimizda bildirib qolamiz.